Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен ең супер хит салаттың бірі баклажан мен помидордан, осы екі-ақ заттан тұратын хит салатпен таныстырғым келіп отыр. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажеттісі баклажанды жақсылап жуып, кептіріп, осылай майдалап турап аламыз да, крахмал немесе ұн болу керек. Осылай қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Баклажанның барлық жеріне тию керек. Одан кейін қызып тұрған майымызға қызарғанша қуырып аламыз. Қатты қуырмаңыздар. Міне баклажанымыз дайын, ыдысқа салып аламыз. Одан кейін қызанағымызды, яғни помидорымызды осылай майда-майда кубиктарға турап аламыз. Одан кейін оны да ыдысқа салып, екеуін жақсылап араластырғаннан кейін өзіңізге қажетті тұзды қосасыз. Мен жарты шай қасық қостым. Одан кейін бізге керегі кисло-сладкий, осындай чили деген кетчуппенен кунжут керек болады. Осы ыдысымызға кетчупты қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осындай ыдыстарымызға, тарелкамызға әдемілеп салып алғаннан кейін салатымыздың бетіне тағы да осы кетчупымыздан аздап қана сеуіп шықсаңыздар болады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін қарап, пікір қалдырып кетіңіздер. Бұрын соңды жасап көрмесеңіз, осы салатты міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін хит салаттың бірі болады. Ең соңында біз осылай кунжутымызды алып, әдемілеп бетіне сеуіп шығатын боламыз. Қараңыздар, қандай сүйкімді әдемі бізде дәмді салат пайда болды. Көрдіңіздер ғой, міндетті түрде жасап көріңіздер, қыз-келіншектер. Сіздерге кеңес берем осы салат жасауға. Көрдіңіздер ғой, қандай әдемі болып шықты. Бар болған осы екі-ақ заттан, баклажан мен помидордан осындай хит әдемі салат жасап шықтым. Сіздермен Ұлданай.